Армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, ассаламағалейкум. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінен, орыстың КГБ-сынан және Қытайдың ұлттық қауіпсіздігінен қатар бұйрық берілсе керек. Қазақстан қоғамындағы бізге қарсы күштер жаппай қозғалысқа келе бастады. Олар қазір әлеуметтік желіде бұрыннан бері жалғасып келе жатқан, бірақ соңғы кезде сәл ғана саябырлаған қаралау, жалалау, өсектеу, боқтау, янаттау, жаптым жала, жақтым күйе дейтін бұрынғы дағдылы қарекеттерін соңғы кезде қайтадан жандандыра бастады. Бұлардың барлығының бір ғана ерекшелігі, олар биліктің, Қытайдың, орыстың тапсырмасын орындаушылар. Оларға қарсы күрестің бір ғана жолы бар. Олардың бүкіл жазбаларын скриндеп сақтай беріңіздер. Бүкіл аудио фактілері, видео фактілері, жазбалары, оларға қарсы жаңағы жазған адамдарды қорқытқаны, қоқан-лоқы бопсалағаны, немесе оларды жақтап бөлісіп, таратып, соған лайк басып отырғандар, солардың барлығын сақтап отырыңыздар. Әрине бізде арнайы команда бар, олармен жұмыс жасайтын, арнайы соның бәрін сақтап отырғандар да бар, бірақ сіздер де сақтап отырыңыздар. Мынау Путин қалай құлайды, қалай дүниеде мынау Ресейге арқа сүйеген, Ресейден әскер алдырып, қанды қаңтарда қазаққа қарсы ескертусіз оғат деп бұйрық берген Тоқаев та құлайды. Екі қолы қазақтың қанына малынған Тоқаев құлаған күні 30 жыл бойы қазақтың бүкіл байлығын ұрдап жырдаған барлық ұрығары, қарақшы, барлық суайт жүйе, мынау өңкөй ұрығарлардан, құлғытанның тұқымынан жиналған қазақстандық жүйе тасталқан болады. Сол кезде солардың басыбайлы иті болып, әлеуметтік желіде, тіпті қоғамдық медиада осы қазақ халқына қарсы жұмыс жасаған бұл сұмырайлардың бірде қалмай жазаланады. Тіпті бір ауыз коммент жазып, соны бөлісіп қолдаған, тіпті мүмкін шын мәнінде өкіметтен ақша алмаса да, бірақ бізге деген жеке қыжылдар үшін, пендешілік, рухани кемістіктері себепті солай осы сияқты өсектерді жазысып таратқандардың барлығы тиісті жазасын алады. Жоспарлы ұйымды түрде бізге шабуылға шыққандар, олар сол биліктің қолшоқпарлары, олар әрине ауыр жазаланады. Бірақ пендешілік, іштарлық, күншілдік, көре алмастық, жершілдік, рушылдық, тайпашылдық, тағы басқа психикалық кемшіліктеріне байланысты бізге айдалада жүріп, албаты жау болып жүрген, бір ит көріп үрсе, 40 ит көрмей үрген, 40 ит бір жақ, қыңыр ит бір жақ болған бұндай сұмырайлар оларда жазасыз қалмайды. Кім қаншалықты жұмыс істейді? Бір комментарий жазған, сол бір комментарийна лайықты жазалады, екі комментарий жазған, одан екесе 40-ын 400-ін жазған, ол да солай. Сондықтан мынау әлеуметтік желіде бізге қарсы барлық, мына соңғы кезде жаппай етек алған барлық қаралау күйелеуге халқымның сақ болуын, барлық қарсы тұратын шараларды қолдануын мен талап етемін. Бұл күрес бізді шынықтырып жіберген күрес. Олардың өсегінен өліп қалған ешкім жоқ. Олардың жаласынан сотталып та кеткен жоқпыз. Шамадары жеткен жоқ. Шамалары жетсе бізге бір күнде тірі өмір бермес еді. Амалдарының жоқтығынан, Еуропа Америкадан қорыққандығынан, Еуропа мен Америкаға тыққан заңсыз ақшадарының артын ойлағандығынан, шарасыздығынан ғана бізге жаңағы шамалары жетпей бармақтарын шайнап отырғаны сол. Ендеше олардан қорқатын ештеңе де жоқ. Соңғы күндері, соңғы минуттары қалды. Өлім алдындағы, көр аузындағы соңғы жанталастар деп біліңіздер. Бірақ барлық дәлел фактілерді сақтап қалыңыздар. Кім лайк басты? Кім солардың ілесушісі, қоса өрушісі болды? Бәрін сақтап қалыңыздар. Бірін қоймай жазалауға уәде береміз.